Жақсы жын сізге ешқашан зиян нәрсе жасамайды. Бұл жындар тіпті сізге дініңізге қатысты көмектесетін кездері болады. Дініңізге көмек береді. Маған мынаны айтыңыздаршы. Қол көтеріңіздер. Тосыннан оянған кездеріңіз болды ма? Таң намазына аяғыңыздан тартып немесе басқаша оятылған кездеріңіз болды ма? Қол көтереміз. Оу, Манчестерде, Бирмингем мен Лидсқа қарағанда жын көп екен. Осы сұрақты сол жақтарда да қойдым. Осында көтерілген қолдар көбірек екен. Мұсылман жындар көмектеседі. Мен 2015 жылы Делиде, Индияда болдым. Итикафта құлшылықта едім. Мен болған бұл жергілікті мешіт моллалардың арасында еді. Моллалардың арасындағы мешітке барып құлшылық жасадым дегенімді естіп, мені біртүрлі екен деп ойламаңыз. Бұл ерекше мешіт. Барып жатсаңыздар, сіздерге ұнайды, өте жақсы мешіт. Сонымен, сол жерде итикаф жасадым. Сіздерге мынаны айтайын. Бұл кішкентай ғана мешіт. 2 адам итикафтамыз. Кейде зікір жасап отырғанымда, менімен қатар біреудің зікір жасауын еститінмін. Мән бермейтінмін. Зікір жасаса не болыпты, жалғастыра берсін. Бірақ кейде түнде сухур уақыты 3:40-тарда еді. Қасымдағы итикаф жасап жүрген бауырым ұйықтап жатады. Кейде мен ұйықтап жатамын. Түнгі сағат 3 болғанда бір нәрсе тарсылдайтын. Сосын мен оянатынмын. Тарсылдан оянып кететінмін. Сағат болса дәл 3:00. Бұл иман келтірген жақсы жын. Ол менің сухурды өткізіп алмауымды қалайтын. Бұл жақсы емес пе? Осы сияқты жыныңыз бар ма? Альхамдулилля, машалла.